Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін біз жол белгілеріне қатысты қазақша тесттерді талдауын жасайтын боламыз. Мынау қандай белгі, мына белгіні түсінбей миым ашып кетті дегендеріңіз болса, осы видеодан кейін жол белгісін нақты түсініп алуларыңызға мүмкіндік болады. Кеттік. Берілген жол белгісі ненің жақындап келе жатқанын ескертеді. Бұл жол белгісі шлагбауммен қамтылмаған екі және одан да көп жолды темір жол өтпелінің белгісі. Міне, темір жол өтпелінің белгісі. Мына жерде біреу болса, егер мына астындағысы болмайды, тек мына X болады. Осы белгіні естеріңізде сақтап алыңыздар. Шлагбауммен қамтылмаған темір жол бекетін білдіреді. Сондықтан да бұл дәл темір жолдың қасында орнатылады. Келесі. Берілген белгілердің қайсысы елді мекендерден тыс жерде орнатылған кезде қайталанады. Бұл белгілер елді мекендерден тыс жерде орнатылған кезде мына екі белгі қайталанады. 1 және 2. Себебі бұл темір жолмен қиылысу белгілері болып табылады. Мына бірінші белгі бізде шлагбауммен қамтылған темір жол өтпелі. Ал мынау шлагбауммен қамтылмаған темір жол өтпелі. Осыны ескерту үшін, ұмыт кетпеу үшін жүргізуші 2 рет орнатылады. Келесі, елді мекендерден тыс жерде берілген жол белгісі қауіпті учаскенің басталуына дейін қандай аралықта орнатылады? Қандай аралықта орнатылады? Бұл 150-300 метр аралықта орнатылады. Себебі бұл белгіні көргеннен кейін жүргізуші тоқтауға немесе бұрылуға әрекет етуге үлгеру керек. Ол қатты жылдамдықпен келе жатса, оны бәсеңдету керек дегенше. Сондай шара қолдануға жүргізушіге уақыт берілу керек. Сондықтан да 150-300 метр аралықта орнатылады. Мына берілген жол белгісі астында тақтайшасы нені көрсетеді дейді. Мына жол белгі бізде қауіпті участок деген белгі. Ал мына 300 метр деген. Ол белгіден қауіпті учаскенің бастауына дейінгі арақашықтық. Егер мына белгіні көрсеңіз, ары қарай 300 метрден кейін басталады деген сөз. Көтерілудің тікелей алдында берілген белгі орнатыла ала ма? Мына белгі бұл кішкене ертерек орнатылады. Бірақ та егер түсу мен көтерілулер бірінен кейін бірі болса, мына белгі дәл алдында, көтерілудің алдында орнатыла алады. Сондықтан да естеріңізде сақтап алыңыздар. Егер түсу мен көтерілулер бірінен кейін бірі болса. Мына белгіні дұрыстап түсініп алуды былай қарайсыздар. Мынау былайынан тұруы мүмкін. Мына жерде қарасаңыздар, бұл неге көтерілу? Себебінде сол жақтан қараңыз көтерілу. Осы белгіні көбісі шатастырады. Былайынан тұрған кезде олар көтерілуді, ол түсу. Әркез сол жақтан қарауларыңыз. Сол кезде міне түсініп тұрады. Көтерілу, мысалы түсу деген. Солай шатастырмаңыздар. Мынау осы белгіден көбісі қателеседі. Қай көлік құралының жүргізушісі жол беру керек? Мына белгі бізде мына қарсылас бағыттағы көлік басымдылыққа ие деген сөз. Сондықтан да жеңіл автокөлік иесі күтеді. Жүк көлік автомобилінің жүргізушісі бірінші жүріп өтеді. Мына жерге екеуі бірден жүрсе симайды, сондықтан да кезектесіп жүру керек. Ал мына белгі бәрін реттеп тұр. Мына қара сызық басты деген сөз, мына қызыл сызық жол береді деген сөз. Келесі, қай көлік құралының жүргізушісі жүруде артықшылыққа ие? Мына жерде де екеуі бір мезетте өте алмайды, сондықтан да қайсысы бірінші жүріп өтеді?
Оны мына белгі реттеп тұр. Бұл белгі айтады, сіз қарсы бағыттағы автокөлікке қарағанда басымдылыққа иесіз дейді. Мына ақ жолақ, мына жақтан келе жатқан көлік басты жолда деген сөз мысалы да. Басты жолдың белгісі емес, бірақ мына жерден трактор бірінші өтеді, автобус содан кейін барып өтеді. Естен сақтаңыз. Мысалы, мына жақта қара басымды болса, ал мына жерде ақ басымды. Түсіндіңіздер ғой, трактор бірінші өтеді. Ал мынау вообще басты қатыратын сұрақ. Мына берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне жүруге рұқсат етіледі. Қай бағытта? Мына жерде белгіні көріп тұрсыздар. Тура жүруге болады және оңға бұрылуға болады. Мына автокөлік оңға тура жүре алады, оңға бұрылады десеңіз дұрыс па? Дұрыс емес. Себебі сіз егер мына жолда оңға бұрылу үшін мына оң жақ полосада жүруіңіз керек. Егер сіз мына оң жақ полосада тұрсаңыз, сіз оңға да бұрыла алатын едіңіз және тура жүре алатын едіңіз. Ал мына сіз екінші жолақта жүрген соң, сіз тек тура жүре аласыз. Тек тіке жүріп өтуге рұқсат. Берілген белгілердің қайсысы бір жақты жүру жолына өту деп аталады? Мына белгілерді көріп тұрсыздар. Бір жақты жүру жолына өту деген, бір жақты жүру деген білесіздер, тек бір бағытта жүре алады. Ол бізде мына белгі, бірінші белгі. Осы белгі тек бір жақты жүру жолы деген белгі. Мына сұрақ, қызыл автокөлік жүргізушісіне берілген жағдайда қай бағытта қиылысты кесіп өтуге болады? Міне дәл жаңағындай жағдай. Мына жерде, бірақ бұл кішкене басқаша. Мына сіз үшінші жолақта тұрсаңыз да, мына шеткі сол жақ жолақта тұрсаңыз да, екінші жолақта тұрсаңыз да солға бұрылуға болады екен сізге. Мына жерде оңға бұрылуға болмайтын. Түсінікті. Енді сізде тек тіке кету мүмкіндігі бар және солға бұрылу мүмкіндігі. Бірақ сіз солға бұрылуға дәл осы жағдайда сізге рұқсат етілмейді. Себебі сіз сол жақ жолақ бос болған жағдайда сіз солға бұрылу үшін сол жақ жолақта тұруыңыз керек. Сіз бос болған жағдайда мына екінші жолақтан бұрыла алмайсыз. Осыны түсініп алыңыз. Мына жерде дәл осы жағдайда сіз тек тіке кете аласыз. Тек тіке жүруге рұқсат беріледі. Ал солға бұрылғыңыз келген кезде, егер мына жерде көлік болып, мына жолақ үшінші жолақ бос болмаған жағдайда сіз бұрыла алар едіңіз. Бірақ мынау бос болып тұрды. Сондықтан да сіз үшінші жолаққа түсіп барып бұрылуыңыз керек еді. Тек тіке жүре аласыз. Ал берілген белгілердің қайсысы 40 км жылдамдықпен жүруге тыйым салады? Бұл белгілердің сіздер қарап отырсыздар, мынау 50 км сағаттан аспауы керек деген сөз. Мынау 50 км сағатпен жүруі керек деген сөз. Немесе одан да жоғары. Ал мынау 50 км сағатпен жүрген жөн деген сөз. Ұсыныстық бағытта келеді бұл. Мынау бұл жаңа не? Мына екеуі знак не действует деген сөз. Бізде мына 40 км сағат жылдамдықпен жүруге тыйым салатын мына үшінші белгі. Сіз бұл жолда 50 км сағатпен немесе одан жоғары бекітілген жылдамдықпен жүруіңіз керек. Солай, құрметті көрермендер, қай белгі тікелей қиылыстың алдында орнатылады? Тікелей қиылыстың алдында орнатылатын жол бер деген белгі. Түсіндіңіздер?